Ой, қызым келдің ме сабақтан? Ой, қойыңызшы, мама, сабақ ұнамады маған. Бірде-бір қызық емес. Ана қызық мектеп маған ұнамайды. Мектепке, басқа мектепке ауысым келеді. Ұнамай кетті уже. Қызым, болды. Не болды саған, жама болды? Ана мектеп ұнамайды маған. Нет, ұлдары да жаман, қыздары да жаман. Маған ұнамайды. Басқа мектепке ауысқым келеді. Жама болды. Мақұл, ертеңнен бастап басқа мектепке ауысам ғой. Рахмет, анашым, рахмет. Бірден үйден шыға салып мектепке келдім. Мектеп маған қатты ұнады. Іші де күшті, жаңа достар табатынмын. Енді сабағым келесіне 5 уақыт күшті болады, зор болады. Маған қатты ұнады мектепті. Қараңызшы, міне Аяна дейтін досым, осылай танысам уже. Көрдіңіздер ме? Күшті, әдемі киім, жаңа достар табамын. Мияқта да адамдар келіп жатыр қазір, ойластырып жатыр. Түнде келейік, бүйтейік, сөйтейік деп. Мен білмеймін, мамадан сұраймын ба, сұрамаймын ба деп. Уже қайтайын, түн болып қапты, тез бару керек. Мамам уайымдап қалады, бару керек. Мен кеттім, үйге барайын. Мама, сәлем, мен келдім. Маманың мектеп маған қатты ұнады. Күшті, класстары да, қыздары да күшті ұнады. Маған қатты ұнады. Вообще күшті, осы мектепте оқимын. Сәлем, мақұл, өзің ұнаса болды. Сабақты мұңбей салдым, бұл қой қызым ұйықтайық, ато түн болып азанда тұра алмай қаласың, та апайын ұрыс жүрмесін. Мама, мен ұйықтайық бәш. Болды, мама, мен ұйықтақам. Мен ана қыздар сияқты бағана айтқан еді ғой. Мамадан сұрамай кет, қалай берейін. Тығылып барайын, аттодағы түйістер қасы мама тұрып ұрады. Ұрсады, қаяққа барасың деп. Енді тыныш бару керек. Ато біліп қойсаң, бұл кеттім деген светті өшіріп кете салайын болды. Есікті құлттап кете берейін болды. Енді маған мектепке тез бару керек, ато үлгермей қаламын. Сәлем достар, мен келдім, мамамға айтпай келдім. Нағарыңыздар, күшті екен ғой, уже не істеп, сән не қойып қойыпты, нағарыңыздар, уже не түннің бұрылғанда мамам не да сұрамай қашып кеттім. Анаяқта қарасаңдар, сән деп жатыр, еба. Іші әдемі. Білмей, бірнәрсе бойына радио шағырдым, бірнәрсе болды. Бәріміз жинап осылай ойнап жатыр. Бурхевин школа деп бірнәрсе жазып қойыпты. Осылай қараңыздар, күшті ма? Общем, яқты нет, апайлар да еще оқушы ғана жүр. Яқты апай бар ма, жоқ ма, қарап. Жабық дейді, ану директор білмеді. Қарасаңдар, уже яқта қазақ қыз бар екен. Апай бар ғой дейді. Еще жер ұнады. Қараңдар, сыныпта үшеуміз ғана аяқты сырттым. Уже жүргім, бүйтіп көрсетіп аптыр. Күшті. Қазір мамам іздей қалмасын, тағы таяқ жеп тұрмайын. Тез бару керек, үйге ату болмайды. Сабақ отырып директор сабақ береді депті. Оны қазір давайте деп сұрап кетейін, ату қазір. Мамамнан таяқ жаққам, тез бару керек. Маған сіздер қолдау отырсыздар. Жота қызым жоқ, мен қызым табуым керекпін. Ол тағы сұранбай қашып кеткен шығар, оны тауып ұрабыз. Ол қайда ғой, жоқ, мияқты қазір телефонға звондап көрегіз. Алмасы точно таяқ жинап деп жатыр. Аты болмайтын сұрамай кеткен адам түннің жарына қашып кете ма үйден менен сұранбай, қандай қыз ол? Звондап жатырмын. Алмайды, алмайды.
әкесінің таяғы жейді. Қазір мен сонда таяғымды жасайтын қазір кейін кезде мен осының алдына сәлемді күтіп алам. Ал мама ұйықтап жатқан шығар, су ішкен шығар, свет жанып екен ғой. Вот жалдап кіріп кете салайын болды. Ойбай, аяқты мама отырғайбы. Ойбай, мама кешіріңші, тиіспеңші. Көмектес, мама. Неғып отырып ағам кәтесі қашым керек, таяқ жеймін. Қашайын. Ей қыз, бер кел, қайға қашып баратсың? Сен менен сұрамай қайға еттің? Сағат 6:30 болды ғой. Азанғайын қаңғырғасың ба, қаяқтасың? Бер кел. Достар, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Достар, тіркеліп кетсіздер. Бер кел қыз, бер кел. Неғып айтқан тыңда.